Өзгелерге өзіңіз жайлы көп нәрсе айтпаңыз, өйткені ашу үстінде үнсіз жүргендердің де тілі шығады. Бір күні бұл жалғанмен қоштасатыныңды мойындау керек. Мәңгілік көктемді армандауды қойсаңыз, жаз бен қыста бақыт сыйлайды. Кейде өзімізді бақытсыз сезінуіміздің себебі басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлқына байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Құлақ түріп қараңыз, айналаның бәрі әсем әуен. Оны ести алу үшін миыңыздағы артық ойлардан арылыңыз. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла бастаған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты болуы тиіс. Олай болмаса, әлің жетпейтін нәрсені бастама. Өткеніне көп қайрылатын адамның құрдымға кетуі тез әрі анық. Өткенін көп айтатындар бүгінге айтары жоқтар. Ешкімге қызғанышпен қарамаңыз. Қызғаныш ауруға апаратын баспалдақ тәрізді. Бәріне қолайлы адам болсаңыз, адамдарды басыңызға шығаруға дайын болыңыз. Әйелі көп үйдің қонағы аш қалады. Біреуге қызғанышпен қарау, өзіңді ол адамнан төмен санау. Ақша санағанды жақсы көреді. Кейде ең үлкен даналық үнсіз қалу болып табылады. Алыстан қарағанда адамдардың бәрі жақсы. Әйелдер аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды болады. Кәрі адамның көруі нашарлағанмен көңілі кемелдене түседі. Біреуден құтылғың келсе, оған қарызға ақша бер. Әркім өз деңгейінде сынайды. Сізді жақсы көретін ортаға анда-санда ғана барыңыз. Сіздің келгеніңізге қуана қоймаған жерге ешқашан аяқ баспаңыз. Бәріне жақсылық істеген адам ешкімнен алғыс ала алмайды. Құдай адамға көп тыңдап, аз сөйлеуі үшін екі құлақпен бір ауыз берді. Қайғы келмейінше жақсылық бағаланбайды. Ақшаның жоқтығына бәрі қапаланады, ал ақылының жоқтығына ешкім. Өзгелердің қателігінен сабақ ал. Нағыз бай адам қолындағы барына шүкірлік еткені. Алтын мен кітапты бірдей жерге түсіріп алсаңыз, алдымен кітапты алыңыз. Саған тек қана қайғысын айтып, ал қуанышын жасыратын адамға ешқашан сенбе. Уәдені оңай беретін адамға сенбе. Кәріліктен емес, жалғыздықтан қорық. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді де күтпейді. Айналаңдағыларды мойныңа отырғызғың келмесе, қатты еңкейме. Боран кішкентай отты өшіреді, бірақ үлкен отты үдете түседі. Егер аспаннан тас жауса, міндетті түрде кедейдің басына түседі. Бергеніңізді еске алмаңыз, ал алғаныңызды ұмытпаңыз. Өтірікшіге берілген ең үлкен жаза, оның шын сөзіне де ешкімнің сенбеуі. Біреудің 10 кемшілігін табу оңай, өзіңнен бір кемшілікте таба алмайсың. Қара жерден ақ нан алынады. Шындықпен дүниені бағындырған ешкім жоқ. Еш нәрсе білмейтінін білген кісі білімдінің білімдісі. Білмеймін деген, білемін деген кісіден көп біледі. Жақсылар жаманды көріп үйренеді. Ата-аналар балаларын сөйлеуге үйретсе, балалар оларды сөйлемеуге үйретеді. Адам тым болмаса әуесқойлық үшін өмір сүруі керек.
неғұрлым махаббат, ақыл, сұлулық және жақсылыққа құмар болсаңыз, айналаңыз да осындай жақсылықтарға тола түседі. Қолыңыздағы бар нәрсеге қуана білу молшылықтың бастауы. Өмірге қуана білу күніне бірнеше рет қайталау керек болған ең дұрыс шешім. Бақытты адамның ең алғашқы белгісі айналасындағыларға ештеңе дәлелдеуге ұмтылмауы және бәрін өз үшін жасауы. Ішкі дүниесі тыныш адамның сыртқы әлемі де қуанышқа толады. Өзіне өтірік айтпайтын адам құстай еркін, балдай бақытты. Әр адамның өмірінде екі ағаш болады. Бірі бақыт, екіншісі қайғы. Осы екеуінің қайсысын мәпелесең, соның жемісін көресің. Адамның өмірінде екі ағаш болады. Бірі бақыт, екіншісі қайғы. Азға қанағат ете білмеген, баршылықта да көңілі толмайды. Кішігірім нәрсеге қуана біліңіз, себебі ол үлкейіп, үлкен бақытқа жалғасады. Егер де сіз айналадан тек сұлулық көре алсаңыз, онда жаныңыз таза адамсыз. Өйткені әлем айна секілді, әркім өз ойындағысын көреді. Кетем дегеннің жолын байлама, болашақты күтпе, ештеңені қиындатпа, өйткені өмірде барлығы өз орнымен болады. Болған нәрсені ұстамдықпен қабылдасаңыз, келесіде ешқашан ол сізді өзіне бағындыра алмайды. Үйде ұрыс болса, аспандағы найзағайдың да дауысы естілмейді.